Народное радиода «Жұлдыз жорамал». Армысыз тыңдарман, назарларыңызға ертең 25 қарашаға арналған жұлдыз жорамалын ұсынамыз. Бүгінгі күн көптен күткен жаңалықтар болуы мүмкін. Қателіктер жасаудан сақ болыңыз, кейін күлкіге қалып қойыңыз әбден мүмкін. Жұмыста жаңа қызметкерлер немесе жаңа ережелер болуы мүмкін. Әлсіздерді ренжітпеңіз, өйткені жер дөңгелек өз басыңызда дәл осындай жағдай оралуы мүмкін. Мұңайып қайғыға бой алдырмаңыз, себебі бәрі өткінші. Қараңғы күннен кейін күн жадырап таң ататындығын естен шығармаңыз. Өнермен немесе қолөнермен айналысыңыз, бұл сізге үйлесімділік сезімін сыйлайды. Шынайы болыңыз, бетперде киюдің қажеті жоқ. Бәрібір шындық қалқып су бетіне шығады. Өкініш тудырып өзегіңізді өртейтін сәт болса, өткенге еш өкінбеңіз. Бәрі өтті кетті, болары болды, бояуы сіңді. Енді не істеймін деп болашаққа жоспар құрыңыз. Басшыларыңызға кез келген ұсыныстармен еш алаңдамай бара аласыз. Ол сізді тыңдайды, түсінеді және қолдайды. Биікке көтеріле отырып, өмірден ләззат аласыз. Күтпеген жерден ұтыс болуы мүмкін. Сондықтан өзіңізді лотереядан сынап көруіңізге болады. Себебі күн сіз жақта күлімдеп тұр. Егер шешілмеген жұмыстарыңыз болса, шешім қабылдауға қолайлы сәт туады. Ішіңізде негативке орын бермеңіз. Кішкентай нәрселердің сіздің көңіл-күйіңіздің бұзуына жол бермеңіз. Егер бір жан сіздің көмегіңізге зәру болса, ол тіпті жануар болсын, міндетті түрде көмектесіңіз, бейжайлық танытпаңыз. Ертеңгі күні сауабы молынан болады. Егер сізде сайысқа қатысу мүмкіндігі болса, бас тартпаңыз, өйткені бүгінде сөзсіз жеңімпаз болып табыласыз. Қызғанышқа жол бермеңіз, жақсылыққа апармайды. Арманшыл және қанағатшыл болыңыз. Бұл екі зат сіздің өміріңізді жайнатып жібереді. Жаңа бастамалар үшін өте сәтті күн емес, әсіресе серіктестікте. Бүгін сіз өзіңіздің жаныңызды бейтаныс адамдарға ашпауыңыз керек. Болмаса қатты өкініп қаласыз. Басқа жандар сіз жайында қандай жалған пікір білдірсе де, қызбалыққа салынбастан салқындық танытыңыз, сонда бәрін жеңесіз. Қарашаның 25-іне арналған жұлдыз жорамалымыз осындай. Жұлдыздарыңыз жарық болсын. Народное радиода «Жұлдыз жорамал».